менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің. Белбелгенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сақша сұрған. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен оран өңкей ұрдың. Өзімдікіне алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлаушы, бір күн тыртың етіп, бір күн ұртың. Бас-басына бей болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқым. Өздеріңді түзеуге ұялмай, өз қолыңнан кеткен соң енді сырқын. Арнайы жоқ нәрсені кетір бұрқын, оның да алған жоқта қалай болсын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын бейіл жоқ, сабырлы байлығын баққан жылқын. Басқа би қолда-қолға тас қылған, күш сынасқан күндізді бұзау шырқын. Оланмай ойда жүрсе осы ұрдың, әр жерді жазылмай машан тырқын. Персонаж кейіпкердің образын ашатын сұрақтар. Бұл жерде кейіпкер жалпы қазақ халқы болыпты. Жалпы абай қайдан ғана бұзылдың, сыртша сыртың деп халыққа ашына отырып өлең жазды. Енді осы өлеңді қазіргі қазақ қоғамымен салыстыратын болсақ, қалай болар еді? Ол кезде бұрынғы замандағы халық, абай кезіндегі халық бір-бірін сатып отырған, бір-бірін көре алмай отырған халық болып есептеледі. Және де қазіргі халық онша олардың, және де абайдан кейінгі ол туралы көптеген ұсыныстар келген. Мысалы, алаш ордасында да ондай съездерді көптеген, мысалы, сол туралы өз қазағын сатқан адамның қазақ емес деп, мысалы, және де абай туралы абайдың өлеңдерінің және қазақ халқының сондай болғаны жақсы емес, және де ол орыстардан біз ешқашан тәуелсіздік аламаймыз деп айтқан. Абайды өте жақсы көрген, абайды жақсы көріп, оны болашақта келешектерде дамасын деп абайды еркелетіп, абайды және де абай деген сөзін абайла деп айтады. Баласымен абайлаңдар жүріп ұйықтап қалмаңдар деп. Деген абай сөзінің мағынасы балалар, бір сөзін айтқанда лексикалық мағынасы абайлаңдар, тиянақты бол, жұмысыңа жауапты бол, ұқыпты, зерек, талапты деген мағынаны білдіреді деп балалар ескеріледі. Ары қарай бара жатам, кім жауап береді, партай ашық. Ал қағатын жасамаса кім бар? Ал сенен бірінші ашық, екінші береді. Яғни бұл жерде балалар ашығым бар, елде деген қыздар кет бар, өкпе бар, қалың елдің өзі қара топырақ жамылып күнге жатқанына қатты ашық, қалың еліп, қайған